Сәлем достар, бүгін сіздерге уәде еткендей қол созған үміт, яғни «Не отпускай мою руку» түрік телесериалында Дженк рөлін сомдаған актер әрі модель Альп Навруз туралы видео дайындадым. Бүгінгі шығарылымнан оның өмір баянымен, творчествосымен және жеке өмірімен таныс боласыздар. Көруді бастамас бұрын әдеттегідей видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырауды бір басып қоя салыңыздар. Ал кеттік ендеше. Альп Навруз 1990 жылы, кей деректерде 1991 тіпті 92 жылы туылған деп көрсеткен. Стамбул қаласында дүниеге келген. Бір қызығы, ол бала күнінде әдебиетке өте құмар болды. Сондықтан да Стамбул техникалық университетін түрік тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бітірген. Жоғарғы оқу орнында оқып жүрген кезінде бұл түріктің атақты театр және кино актерлерінен актерлік шеберлік сабағын алды. Бірақ алдымен өзін модельдік бағытта сынап көрді. 2016 жылы Навруз өзінің актерлік дебютін жасады. Ол «Адамсыз» көркем фильміне қатысып, содан кейін басты рөлдерді жұлдыздар Ханде Эрчел мен Бурак Дениз сомдаған «Махаббат сөздерді түсінбейді» атты сериалдың эпизодында ойнады. 2017 жылы ол Фазилет ханым және оның қыздар атты драмалық сериалға түсті. Альп басты рөлдердің бірін сомдады. Оның сериалдағы өнері көрерменнің оң бағасына ие болды. Жобаға қатысу актерге тек даңқ әкеліп қана қоймай, одан әрі фильмдерде басты рөлдерге шақыртып алды. Сонымен келесі жылы 2018 жылы Навруз «Қолымды жіберме, не отпускай мою руку» Қазақстан ұлттық арнасында «Қол созған үміт» атауымен шығып жатқан сериалда өзінің алғашқы басты рөлін сомдады. Ресейден шыққан түрік актрисасы Алина Бозмен бірге басты рөлдерде Дженк пен Азра атты жастардың кейіпкерін сомдады. 2020 жылы актер Изумруд Феникс шиеленіскен махаббат туралы драмада басты рөлді алып шықты. Оның түсірілім алаңындағы әріптестері Хатиджа Аслан, Селим Байрактар, Айтен Унчоглы сынды өте танымал жұлдыздар болды. Сол жылы «Менің агентіме қоңырау шал» комедиясының премьерасы өтті. Бұл түсірілімге эпизодтық рөлде нағыз жұлдыздар қатысты. Ал 2021 жылы «Аралдағы ертегі» комедиялық мелодрамасында Навруз басты ердің рөлін алды. Сериалда Айша Айчин Туранмен серіктес болды. Сол жылы олардың арасында сезім бар екені туралы түрлі қауесет тарады. Актерлердің романтикасы дәл осы жобаның түсірілімінде басталды, бірақ олар ұзақ уақыт бойы екеуінің арасында болып жатқан жайт туралы түсініктеме бермеуді жөн көрді. Алайда бұл жанкүйерлер мен баспасөздің қызығушылығын одан сайын арттырды. Солай жыл соңында Альп Айшаның шынымен де сүйіктісіне айналғанын растады. Алайда олардың қарым-қатынасы ұзаққа созылған жоқ. Қазіргі уақытта Альп Навруз бен Айша Айчин Туран бірге емес. Олар Инстаграмда жариялаған суреттерінің барлығында өшіріп тастаған. Бір сөзбен айтқанда, қазір актердің басы бос. Достар, осымен тәмам. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ал келесі видеода сіз қай актер туралы білгіңіз келеді? Комментке өз ойыңызды жаза кетіңіздер.